Ассалаумағалейкум халқым. Бүгін мен жаңадан YouTube канал ашып жатырмын. Видеолар ұнап жатса тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып, комментарий жазып қойыңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар. Мынау көріп отқандарыңыз 3 комнаталы үйдің проектісі. Соны жасап өзім бастадым. Мынау кіреберіс аймағы. Бұл жерде жылы еден болады. Шкаф, айна, өздеріңіз көріп отқандай. Сосын қыздарымның пианиносы осы жерде тұратын болады. Көріп отқаныңыздай ламинаттар, поделка. Сол жақтағы есік бұл спальный комната. Спальный комната осылай. ТВ зонасы бар. Мына жерде компьютер қоюға болады, или макияж істейтін туалетный столик. Мына жақтан балконға шығуға болады. Ал сол жаққа келетін болсақ, мына жерде зона гардеробный, гардероб киім-кешек тұратын жер. Оның ішінен біз душевой санузелға кіреміз. Санузелда көріп тұрғандарыңыздай сол жағында душевой, оң жағында инсталляция и кішкентай раковина айнамен. Полы, енді теплый пол болады. Келесі бөлме бұл балалардың бөлмесі. Балалардың бөлмесі сабақ оқитын 2 стол орындығымен. 3 қызға кроват. Бір кроват ашылатын болады. Сосын киімдері тұратын шкафтар. Бөлменің түсін әлі ойластырған жоқпыз. Жақын арада ойластырамыз, көреміз қандай түс болатын. Бұл балкон бірден 2 бөлмеге кетеді. Балконның освещениялары осындай. Светке байланысты бұл негізі ортада бір люстра болады. Жан жағында световые линии дейді, сондай болады. Келесі коридорда айтпаппын, коридорда входная зона кіреберіс аймақта. Кіреберіс аймақта 3 спот болады. Әрі қарай тоже световая линия, осындай фигурный. Мына қабырға болса, көріп тұрғандарыңыздай панель, декор панель болады. Онда уақыт келе көрсете жатармын келесі видеоларда. Келесі бізде кішкене кіреберіс. Бұл жерден қонақ бөлмесіне кіруге болады, ас үйге кіруге болады, и үлкен санузелға кіруге болады. Кіреберіс аймақта осындай қуыс бос қалмасын деп кішігірім осындай шкаф істеп қойдық. Келесі санузел. Санузелда бізде оң жақта кір машина мен раковина тұрады, айнасымен. Оң жақта инсталляция. Ортада ванна тұрады.
инсталляцияның үстіне шкаф қоямыз коммуникацияларды жасыру үшін. Алдағы видеоларда тағы көрсететін боламын. Мына ас үй. Ас үйде осындай кухонный гарнитур. Сосын стол, орындықтармен шай ішетін. Келесі бөлме бізде қонақ үй. Қонақ үйде осындай қабырғаға осындай панельдер орнататын боламыз. Акцентный қабырға дейді ғой. Осындай орнататын боламыз. Ал мына жерде ТВ зона, осындай шкафтарымен, тумбасымен болады. ТВ зонаны жарықтандыру үшін осындай споттар қоятын боламыз. Ал мына ортасындағы магнитный тректер. Сосын ортасынан тағы бір аспалы шам люстра болады. Қосымша бұл жерге кондиционер орнатамыз. Шамамен проект осындай. Қызықты болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдаңыздар. Колокольчикте басуды ұмытпаңыздар. Әрі қарай электрикасынан бастап келесі видеоларды күтіңіздер. Электрикасының бәрі мыс сыммен істейтін боламыз. Келесі видеоларда кездескенше.